Ыбырай Алтынсариннің айтқан нақыл сөздері. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Адамгершілікке тәрбиелеу құралы, еңбек пен ата-ана үлгісі. Оқыту процесінде қалай болса солай оқытпай, ғылым, білім беру жүйесі сақталу керек. Көп сөйлеген мылжың, шын сөзді аз айтады. Педагогикалық жұмыстағы шешуші нәрсе ең жақсы оқыту әдістерін таба білуде. Мектеп қабілетсіздік пен жалқаулықтың ұясына айналмауы тиіс. Еңбекпен табылған тамақ тәтті әрі сынымды болады. Байлық қанағат пен еңбекте. Өнер, білім бәрі де оқуменен табылған. Жақсы ой мен жақсы сөз жақсы істерге жетелейді. Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Аз жұмысты қиынсынсан, көп жұмысқа тап боласын. Азға қанағат қылмасан, көптен құр қаласын. Алдына келсе, әділдігіңді аяма. Әр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. Қазақтың тілі соншалықты мол, ләкін қазақтың тілінен қандай кітап болса да жазуға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық әм әнік болар еді, егер де біздің қазақтар аңғарып, бөтен тіл араластырмастан ілгері бастырып сөйлесе. Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес, олар түсіндіре алмай отырған өзін кінәлауға тиіс. Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім мектептің жүрегі. Қашанда бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, одан соң қолыңызды жұмылдырыңыз. Егер де ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін тауып, мақұл көрсе, тіліңіз бен қолыңызға ерік